Сәлем достар, сіздермен мастер-класстан сатып алған муравейниктің рецептісімен бөліскім келеді. Бір қамыр, бірақ екі түрлі крем жасап көрсететін боламын. Ұнап жатса каналыма тіркеліп, достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Өте жұп-жұмсақ болып шығатын муравейниктер шаймен күшті кетеді. Бізге 2 жұмыртқа керек болады. Осылай жақсылап миксерлеп аламыз. Миксер болмаған жағдайда венчикпен жасай берсеңіздер болады. 140 грамм шекер саламыз. Осылай бұлғаймыз миксерлеп. Мен сіздерге айтқым келеді, мендегі миксер Maxfield фирмасынікі өте керемет миксер. Дүкенде 1500-2000-нан тұратын миксерлерден қарағанда 10 есе артық. Қайта-қайта сынай бермейді. Каспий, Технодом, Сулпак, Мечта дүкендерінде сатып алсаңыздар болады. Кеңес беремін. 250 грамм бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майымыз саламыз. Осылай жақсылап әппақ көбік болғанша миксерлейміз. Алдын ала ситадан өткізілген 400 грамм ұнымыз саламыз. Грамм қопсытқыш саламыз. Миксерлегенде қатты скоростқа миксерлемеңіздер, өйткені бүкіл ұнымыздың бәрі жан жаққа шашырайды. Осылай венчикпен, я болмаса миксермен просто осылай илеп алсаңыздар болады. Сосын ары қаратай қолыңызбен илеп аласыздар. Осылай 2-ге бөлдім. Бір түнге, я болмаса 3-4 сағатқа мұздатқышқа саласыздар. Өйткені жұмыс жасауыңызға өте ыңғайлы болады. 2-ге бөлдім осылай. Шыққан қамырымызды теркіден өткіздік, осылай пергаментке салып 170 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Қарап тұрыңыздар, әркімнің пеші әрқалай. Пісіріп аласыздар осылай. Осылай крошка қылып қолымызбен үгітеміз. Көп піскен соң қалып қоймасын, өйткені жұмыс жасауымызға қиын болады, қатып қалса. 150 грамм сары майымыз саламыз. Бөлме температурасындағы тұрған. Үстіне 160 грамм ақыз сгущенкамызды қосамыз. Менде смоляночкадан әртүрлі кез келген сгущенка қолдана берсеңіздер болады. Осындай дөп сгущенкасын салдым, я болмаса 3 желание қолдансаңыздар болады. Осылай жақсылап миксерлейміз. Маған осы бұрыннан алып келе жатқан мастер-класстан муравейнигім ұнайды, осы бірінші креммен жасап жатқаным. Крошкамыздың үстіне осылай креміміз саламыз да жақсылап бұлғаймыз. Өте керемет шығады. Маған осы муравейник ұнайды. Жасап көріңіздер. Кеңес беремін. Осылай тарелкаларымызды салып аламыз. Осылай әдемі қылып. Неше түрлі формада жасай берсеңіздер болады. Дөңгелек, шағындау, өзіңізге ұнаған, қалаған формаңызды жасай бересіздер. Мен осындай Яшкино фирмасының молочный шоколадын алдым. Көп керек емес, шамалы болса жарайды. Қайнап тұрған кипяток суымызға осылай жақсылап аламыз, ертеміз. Одноразовый пакеттің басын кесеміз. Осылай құйып шығамыз шоколадымызды. Бізде екінші крем. 3 желание сгущенкасымен жасадым. Осылай миксерлейміз, комочек қалмау үшін. Маған бірінші креммен жасап жүрген қатты ұнайды өзіме. Осылай крошкамызды саламыз, дайын болған крошкамызды. Мына жерде менде 2 қамырдан жасадым, 2 порциядан. Бірақ 2 түрлі креммен жасадым. Осылай жақсылап бұлғаймыз. Осылай капсул алдым, капкейкінің. 3 сантиметрлік, 5 сантиметрлік болады, шағындау. Осылай дөңгелетеміз, я болмаса неше түрлі формада жасай берсеңіздер болады, өзіңіз ұнағандай. Осылай дөңгелетіп алдым да. Бетіне арахис, дробленый грецкий орех, мак себе берсеңіздер болады, неше түрлі шоколадпен узор жасаңыздар. Сау болыңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет, жасап көріңіздер. Ас болсын.